Бүгін мен сіздерге піскен капуста менен піскен қызылшадан жасалатын салат түрін көрсететін боламын. Мінекей уже жұмсарып қалды. Сәл жұмсарғаннан кейін алсаңыздар болады. Осындай етіп, қатпарларын ашып, айбатлап пісіріп алсаңыздар болады. Қазір кішкене жұмсарғаннан кейін түсіріп, суығаннан кейін ішіне салатындарын көрсететін боламын. Bir қызылшаны пісіріп алдым, мінекей. Мінекей, жарты қырыққабатты пісіріп алдым. Ондай қатты жұмсақ емес қылып пісіріп алдым. 2 қызанақ, 1 қызылша, 3 түйір сарымсақпенен қызылбұрыш салатын боламыз. Бұған тұздың қажеті жоқ, себебі капустада, қызылшада тұз суға қайнап піскен. Соның үшін тұзды қажет етпейді. Мен қазір әдемілеп турап сіздерге қалай жасалатынын көрсетемін. Енді қызанағымызды турап аламыз. Қызанақтың барлығын жинастырып, осылай ұзын-ұзын салонка етіп турайтын боламыз. Енді қызанағымызды турап аламыз. Осылай ұзын-ұзын етіп, салонка етіп турап аламыз. Қызылшаны мына теркаменен өткізетін боламыз. Қызылшаны қазір. Енді бәрін турап алдық. Мынау бізде петрушкамыз. Менде морозильникте сақталған. Мынау укроп. Әркім өзінің талғамына қарай дәмдеуіштерден сала берсе болады. Енді мынаған укропымызды саламыз. Петрушкамызды саламыз. Үстіне чесногымызды салып, қызылбұрыш салатын боламыз. Мұнда қызылбұрыш салсаңыздар болады. Қызылша менен ащы бұрыш екеуі үйлескенде дәмі айбат әдемі болады негізі.
Оны жасап жүрген адамдар біледі. Енді үстіне қызып тұрған жіңішке май құямыз. Иісі деген енді керемет. Керемет иісі. Қазір кішкене суылған соң қолыммен араластырамын. Мінекей, әдемі дәмді салат болып шықты. Мінекей, золотистый, күшті болып шықты. Бұйыртса, ауызашарда жейтін боламыз. Біздерге ас болсын, сіздерге ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Көп-көп рахмет.